Төртіншісі, денсаулықтың қадірін біліңіз. Ауру келуден алдын дейді ағайындар. Мына больницаларға бір барып зиярат қыламыз ба ағайындар? Ең кемінде осы аптасына бір рет, осы жұма күндері ертарақ шығып, жуынып тазалан бір осы больницаларды ардын айналып кесек болады. Сонда мынау жүріп атқан аяқ, қол, ақыл, сана сезімнің қадіріне жеткен боламыз. Лев Толстой айтқан екен, мен адамдардың аштығынан қорқпаймын, тоқтығынан қорқамын деп. Қазіргі біздегі бұзықшылықтың бірін-бірін ату, бірін-бірін пышақтау, бірін-бірін өлтіру, бұл аштықтан емес, бұл тоқтықтан шығып атқандығы белгілі бұл. Бірақ қанша-қанша мүгедек болып, паралич болып, сөйлей алмай қалып жатқан адамдар бар. Bir күні бір үлкен бір дөкей ағамыз үйіне шақырды, дем салып бер деп. Барсам, қыстың күнінде енді не бір нәрселер бар. Қан Абдығапар ал деді. Мен алып отырмын, сізді алмайсыз ба десем, сонда жаңағының көзіне жас келді. Інім, мен 10 жылдан бері бұндай нәрсе жей алмаймын. Неге? Кедей болсаң мейлі, қалтаңда көк тиының жоқ болса мейлі, бар болса жейтінем деп. Бірақ Аллах сондай ұлы құдіретті зат, сондай мынау оқтау тамағына тіреліп, рүку қылалмайтын, сәжде қылалмайтын адамдарды да дүниесі болса да жиелмейтін қылып қояды да, ол сақырны ауру екен. Қараңыз, қара наннан басқа нәрсе жиелмейді да, ол пирожный жиелмейді, ол торт жиелмейді, ол ана қазы жиелмейді. Қараңыз да бұл денсаулықтың қадіріне ауру келуден алдын білу керек. Бірақ қанша осындай аурулар анау иманынан безген адамдар көп болады. Дүниенің барлығы бар. Қаласа Швейцарияда, қараса Турцияда, қаласа Европада демалып келеді. Бірақ бір тиын оған Алла Субхана ва Тағала бұны нәсіп етпейді.